Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге шиеден компот дайындайтын боламыз. Ең бірінші банкаларды жақсылап жуып, мен содамен жуам, содан кейін стерилизовать етемін. Яғни осындай шәугімге суды қайнатып, үстіне 2-3 минутқа банкілерді қоямын. Және сол суға банкілерді стерилизовать етіп болғаннан кейін крышкаларды да 2-3 минут қайнатып аламын. Банкалар мен крышкаларды жақсылап стерилизовать етсеңіздер, ол сіздерде қыста атылмайды. Барлық банкілер стерилизациядан өтті. Артық банкілерді алып тастаймын және шиені банкіге салуды бастаймын. Яғни мен шиені жақсылап жудым. Бұзылған, езілген шиелерді алып тастадым. Тек жақсыларын қалдырдым. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай мен банканың ортасына дейін шиені саламын. Маған компотта шиенің көп болғанын ұнайды, сондықтан сіздер кішкене азырақ салсаңыздар да болады. Міне шиені салдым банкаға. Енді осы банкіге қайнаған суды құямын. Толтырып құямын қайнаған суды. Және крышкамен жауып қоямын. Жаңа қайнаттық қой крышканы қайнаған суға. Стерилизовать етті крышканы. Сол крышкамен банкіге қайнаған суды құйғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Крышкасын жауып, осы қалпында 15-20 минутқа қойып қоямыз. Яғни шиеге қайнаған суды құйғаннан кейін 15-20 минутқа қойып қою керек. Менде 20 минут тұрды, қайнаған суды құйдым шиенің үстіне. Енді 20 минуттан кейін қайтадан кастрюльге осы қайнаған суды құямын. Барлық банкілерде қайнаған суды кастрюльге құйғаннан кейін, осы кастрюльде қайнап тұрған суға қант саламыз. Яғни 2 литр банкіге мен 200 грамм қант салдым. Бірақ барлық қантты қайнаған суға салып, тағы да қайнатамыз суды. Яғни қант салып болғаннан кейін суды қайнатасыздар. Су қайнағаннан кейін осы сиропты, яғни қант қосылғаннан кейін суға сироп болады. Осы сиропты осы банкілерге құямыз қайтадан. Менде бұл кастрюлеме тек 6 литр су ғана сияды. Ал басқа 4 литр суды мен басқа кастрюльге құйып қайнаттым. Осы қайнаған суға мен 1 килограмм қант салдым. Егер сіздің шие өте ащы, қышқыл болса, онда қантты көбірек салған дұрыс. Осы сиропты барлық банкілерге құямыз. Және банкілердің крышкаларын жабамыз. Мен осындай закрывашка қолданамын. Маған ыңғайлы және жақсы жабады. Компот дайын. Барлық банкілердің крышкасын жаптым, тексердім. Енді осы банкілерді мен басқа бөлмеге алып барып, аударып, аударғаннан кейін міндетті түрде тексерген дұрыс, жаңа крышкасы дұрыс жабылды ма, жабылған жоқ па. Және осы банкілердің үстіне жылы көрпешені жауып қоямын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жылы бірдеңемен жауып 24 сағатқа қойып қойыңыздар. 24 сағат өткеннен кейін компотты алып басқа жерге қойсаңыздар болады.